Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Мына приораның алды примерно жиналып тұр. Мына жерде мына крылоны кішкене былай қарай жіберу керек. Астында да осындай бірдеңе болып тұр. Жалпы бүйтіп мынандай жағдайда капот крыло енді шығару енді үлкен жұмыс негізі. Барынша басқасын жаңасын ала салған жақсы. Жаңбыр бізде так, сыртқы жұмыстар кішкене тоқтап тұр. Мынаның арт жағында шығарып берші өткенде айтып кеткен. Шыққанда бұл мынандай жағдай болып тұр. Мына шов мынандай ғана, мына жағы кәдімгідей. Арт жақтан удар болған кезде бамперге тиген. Бамперге ештеңе болмаған, бірақ артын итер жіберген полный астымен қосып. Мына жерден фаралар ойнап кеткен. Бұл енді қосылмай тұрады, кешегіде соны айтып жатыр. И мына багаж жабылмайтын болып қалған. Жабылмайды багаж вообще. Асты ойнап кеткен ғой, ішке кіріп кеткен абдыш. Мына фара да міне шығып тұр кәдімгідей. Мына жағында да шов почти тиіп тұр. Күн ашылып жатса енді бұйырса ертең бамперді шешіп тастап, сосын көреміз бұйырса тартып қалай болатын. Мына жақта да превия ашылып біраз тартылды. Қызығы мынау почти енді 2004-тің машинасында жерлер шығып кеткен кәдімгідей жоқ болып. Мына жағын міне мынандай болып тесіліп жатыр кәдімгідей. Сосын мына жағында мына жақтарда шығып кеткен ғой, асты жақтар. Бұған мына жерге стекловолокнадан бүйтіп шпаклевка жаққан болғаншы. Мен енді бұл нәрсеге сәл келіспеймін. Мынандай жерге жабуға стекловолокнаны келіспеймін. Неге? Өйткені бұл жерден домкрат көтеру ықтималдығы бар. Сол себепті барынша бұл жер темірмен жасатқан дұрыс деп ойлаймын. Енді мынандай жерлер болса, мына жерде тесік бар, міне. Бұндай тесіктерді енді стекловолокнамен жабуға болады. Оған қатты нагрузка түспейді, тек су өтпесе болды. Жерге ары қарай тартып жалғасып кетпесе болды. Мына жақтар енді бір 200-300 теңгелік машина болса екен, бұған стекловолокна жаға салатын. Мынаған енді 4-5 миллиондық машина, бұған ары кетсе 100 000 теңгемен полный порогын шығарып тастауға болады темірден. Мынау енді обал ғой мынаған. Бір арсыздық қой бұл енді былай қараған кезде. Бұлардың бәрі асты шірік жерлерін бәрін кесіп темірден шығарамыз бұйырса. Іште аудиоге шпаклевка жағылып жатыр. Мына жердегі қосылған жерге жағылды, почти бірдей болып тұр. Мына жерде мынау қисық еді, бұл шығарылды. Астында астын әреңдеп жүріп әйтеуір тәштетіп шпаклевка жағып қойдым. Сварканың шоқына. Сварканың шоқы мына жерден кеткен болатын міне. Былай қарай кеткен. Аст жағында енді шкруклеу керек. Мына жағында сөйтіп жағып қойдым, байқалмай тұр. Жағылып жатыр шпаклевка, мына жаққа тағы бір слой жағылды, үстіне тағы да жағылды. Әлі көрінетін жеріне әлі келген жоқ. Мына жерге жағылды, мына шоққа. Мына жағына жағылып жатыр. Ертең бір күнде краска шашылып, лак шашылып, жылтырап шыға келеді. Осы күннің бәрі сол бір күндік әдемілік үшін істеліп жатыр. Қайта-қайта енді шыққан екен әдемілеп шықсын деп қалдырмай, майда шүйде тесіктерін әдемілеп бәрін шкруклеп жатыр. Шпаклевка жағатын жерлеріне жағып. Мына ішінде мына жерде шірік бар еді. Осы жер қалып қоймасын деп кесіп алып тастап мынаны. Мынандай темір қаңылтыр бар етілді. Осымен бүгінге аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.